Алғыс айту мерекесі қазақстандық патриотизм, бірлік пен достықтан жарқын мерекесі. Халқымыз алғыс айту күнін бірінші рет 2016 жылы атап өтті. 2016 жылдың 14 қаңтарында президент Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні, яғни 1 наурызды алғыс айту күні деп жариялады. Аллаға өйлі рахмет, тірлікті мынау жаратқан, анаға шексіз рахмет, ақ сүт берген толғатқан, әкеге айта мың алғыс, ұрпақ жібін таратқан, бауырға айта мың алғыс, қолдаған сүйген жұбатқан. Ұстазға ұлы рахмет, нәрімен білім сусатқан, бауыр тосқа рахмет, қуанған бірге мұңдасқан, сол жанға айта мың алғыс, сезімі үшін жылытқан, халқыма туған рахмет, шыңдаған елге танытқан. Қариясы бар елдің қазынасы бар демекші, баталы сөзімен көпке ақылын айтып жіберген ақ жаулықты әжелеріміз бен көпті көрген қарияларымызға алғысымызды айтамыз. Көз ілмей түнек құсын төрт бөлген, өзіңдей асыл жанды кім көрген, әр қашан тілеуімді тілеп жүрген аналарымызға мың алғыс. Мен анаға өмір сыйлаған үшін, әкеге қорған болған үшін алғыс айтамын. Білім нәріме сусындатқан, өмір жолына естік ашқан, мектебіме алғыс айтамын. Қателігімді кешкенің үшін, көңілді бәрі өшкені үшін рахмет. Сыйлаған жаз бен көктемің үшін, бақытты сәттер кешкенім үшін рахмет. Рахмет бәрің үшін, рахмет барың үшін. Алғыс пен ризашылық білдіру өзіңді, өмірде барды бағалаудан басталады.